Армысың алталашым, қасиетті қазақ халқым. Асқар Оғын Баһадүр. Бүгін 30 мамыр 2025 жыл. Мінекей ат ерттедік. Алматы шаһары, Шымбұлақ. Ернат бауырымыз екеуміз қазір жорыққа шығамыз. Кеттік. Күрең қасқаға мініп алдым. Күн бүгін райы салқындау, кішкене. Бірақ көңіл күйіміз керемет. Қазір бір азаматтар, шетел азаматтар жүру керек. Біздің қасымыз, біздер соларға атты беретін боламыз. Міне. Ернат бастап бара жатыр. Ат қосшы болып мен елестім артынан. Мінекей. Мына төменде дәмханалар. Екі күрең қасқа атты міндік. Керемет. Мынау аттар қазақ аттар екен. Қасиетті қазақ халқы. Айта кетерлік, мына жерге басқа аттар шыдай алмайды екен. Мына жердің биіктігі 3200 метр биіктікте. Тек қана осы қазақ аттар ғана шыдай алады екен, оны Ернат бауырым айтып отыр. Осы аттар ғана осы тауға, осындай биіктікке жүруге және шабуға шама шарқы жетеді екен. Басқа аттардың қаншамасын көрген екен, бірақ шыдай алмайды екен басқа аттар. Мынандай биіктікке, әрине мына жерде 3000 метрден жоғары, қысым өте жоғары. Сондықтан да бұл оңай шаруа емес мына жерде жүру. Ал енді біз кетіп бара жатырмыз. Шымбұлақтың мына жақ бетіне. Міне екеуміздің басымызда Американың ковбойлары киетін бас киім. Енді келесі жолы болып атсам, мен өзім ойлап атырым. Қазақ фильм киностудиясымен мен доспын. Әрине актерлармен. Сол кісілерден не сұрайтын болам? Қазақтың батырларын дулығасын амандық болса, сондай қазақы киіммен осы жерде жүретін боламыз, амандық болса. Міне мына жоғарыда адамдар кетіп жатыр, қанат жолмен. Мінекей.
аттар тағаланбаған екен. Мен де ойлап отырмын, аттарды тағалаған дұрыс па деп. Өйткені мына жердің бәрі мысалға тас. Төменде мейрамханалар. Бүгін кісі қарасы аз, өйткені демалыс күн емес. Бүгін жұма күн. Бүгінгі киіміміз тамаша. Ернат бауырымның артынан ресіп келе жатырмын. Мен өзім айта кетерлігі, жастайымнан, бала кезімнен 5 жасымнан атқа мінген адаммын. Ауылда тұрғанда әкем маған ең біріншісі ат алып берген болатын. Сондықтан да ат бәрі маған таныс жануар. Өте сезімтал, өте сондай ат жауында өскен азаматтар, мен өз басым ойлаймын, керемет мықты болып өседі. Өйткені қазақтар мың жылдар бойы атқа мініп, ат жауында өскен. Оның жасыратын түкте жоқ. Әне, Ернат бауырым қазір ана жерге барды. Міне, қызыл күрең ат астында әдемі. Осы жерге байлап қойын ба? Ернат? Міне осы жерге келіп жеттік. Қазір шетелдік азаматтар осы жерге келіп осы аттарға мінетін болады. Міне. Сол міне қазақ халқы, айналған қазақ халқы осы біздің қазаққа салт дәстүрді көбірек тарасақ екен, көбірек ошақта қыз қуу, аударыспақ, садақ ату сияқты қазақтың байырғы осындай салт дәстүрі жанданса екен деген оймен, тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Қоштап саламатта болыңыздар. Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры. Назарларыңызға рахмет. Қазақ халқын бірліксе, біз алмайтын қамал жоқ. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.